Бұл жерден смартфонды санаулы минуттың ішінде таңдап алуға болады. Алайда енді оның бағасы мен мүмкіндігінен бөлек заңды түрде тіркелгеніне де назар аудару қажет. Себебі жаңа талапқа сәйкес әрбір құрылғының ресми тіркелгені расталуы тиіс. Әйтпесе сатып алған телефоныңыз кейін ұялы байланыс желісіне қосылмай қалуы мүмкін. Верификациядан өтпеген мобильді құрылғылар сапасыз тауар болып саналады. Сондықтан телефон сатып алған адам заңға сәйкес сатушыға бірқатар талап қоя алады. Яғни тұтынушы верификациядан өтпеген ұялы байланыс құрылғысын анықтаған жағдайда тұтынушылардың құқықтарын қорғау заңының 15-ші бабына сәйкес талаптарды қоя алады. Яғни оның ішінде сатып алу бағасын төмендетуді, тауардың кемшіліктерін жоюды, яғни сатып алу және сату шартын бұза отырып ақшаны толық көлемде қайтаруды, және дәл сондай басқа маркалы телефонды ауыстыру талаптарын қоя алады сатушыға. Жаңа ережеге сәйкес сатушы мобильді телефонды сатпас бұрын оның верификациясын тексеруге міндетті. Ол үшін сатып алушыға құрылғының сәйкестендіру коды, имей нөмірі ұсынылады. Сондай-ақ верификациядан өтпеген, бұғатталған немесе шектеу қойылған мобильді құрылғыны сатуға тыйым салынады. Бұрындары біз телефон сатып алғаннан кейін барып анықтайтын едік верификациядан өткен және өтпегендігі жөнінде. Ал қазіргі таңда сатушы, яғни бұл жерде ең маңызды айта кететін жайт бар. Сатушы тұтынушыға верификациядан өткен немесе өтпегендігі жөнінде мәртебесін анықтау үшін арнайы сәйкестендіру нөмірін беруге тиісті болады сатып алудан бұрын. Бұл талап интернет дүкендер мен маркетплейстерге де қатысты. Енді олардың платформасында телефон сататын кәсіпкерлер оның верификациядан өткенін міндетті түрде тексеру керек. Және сатушы жасайтын келісімде көрсетілуі тиіс. Жаңа заң 20 тамыздан бастап күшіне енеді. Мұқият болыңыздар.